сағат 5-тен 5 минутқа емес шықтым. Келіншек айқайлағаннан кейін. Айқайлады ғой, жәрдем берін деді, деп айқайла әпше деп айтты, мынау келіншектің төбеде айқайлады. Содан кейін жәрдем беріңіз әпше деді. Сөйтіп қарасам, қып-қызыл от жанып жатыр екен. От жанып жатыр екен. Жаңғыны мына сәтіне бар, ана сәтіне бар, ұяттым, баламды ұяттым. Кейін бардым, мен ояқтан ар жаққа барып, жаңалдегі анау өгінші өгізі нені алды ғой, сөйткенде скорый келді, пожарный келді бесеуі, скорый келді, бәрі келді, оған дейін олар бәрі тынды ғой, өлді. Әйел бар ғой, ана терезені ашқан кезде әйел шықса бұяқ шығады, шығамай тұрғанда, сол уланып қалғанда, ана әйел келіншек бар ғой, өлді ғой, баласы мен қызым бәрі бір семей кетті, ол өліп қалды. Ол айқайлап, соның телефонын тапса, телефонда бар. Содан кейін мен кейін анау сәсетке кетіп бардым. Кейін менің баламен тағы ана сәсет арасында бір бала алып алды жоқ, ар жақтан. Рüşеткенде аяғын тартып алды, қалғанын ала алмай қалды. Бәрі жанып кетті. Ана әйел жанып жатты. Әйел өзі ана жерде сайрап тұрғанда ол әйел жақсы еді. Терезеден айқайлап тұр ғой, терезеден айқайлап. Бірақ шыға алмай ол енді мына оланып қалса, оланбаса былай шығып кетеді ғой негізі. Сонымен кейін қайтып барсам, уже бәрі өліп қалыпты деді. 4 баласы, бір қызы нашар деді, кейінгі өліп қалыпты ғой, анау. Апасы да кетті ме? Апасы да кетті дейді ғой, кейін олар кейін әкеткен. Алдын кетті 3-еу. Күйген 3-еу кетті, кейін егізі бар шақалағын көрдім, ол бүйтіп күйіп жанып қалған, мына қоңсы көтеріп тұрған екен. Ол өзі өліп қалған екен шақалақ. Қанша бір жасқа былтыр қай кезде туылған еді? Ол 2 жас, 3 жас болып қалған, білмеймін, сол жүріп қалған бала ол. Екеуі де егіз. Екі бала, екі қызы екен ғой. Үлкен қызы апасы тағы бірімен кетті, сурияқ кеткен еді. Олар жаны өлді деп естідім ғой. Қандай кісілер еді бұл кісілер? Бұл кісілер жақсы кісілер, Оразгелдің тегістері жақсы. Дәурен деген жігіт жақсы, пурасы бар. Ана келіншек базар кәршіге пия сатады. Сондай жақсы келіншек еді. Содан кейін әпше жәрдем беріңіз деп айқайлады маған. Содан кейін үйде айқайламен жүгіріп шықтым. Сағат 5-тен 5 минутқа шықсам, жаңа мынау газдың қалай оттап жанады мен білмеймін. Оттап жанып жатыр екен. Ойбай деп, жәрдем мақұл дедім де, мына үйлерге кетіп қалдым. Біреулер ашады, біреулер ашпайды. 3 адамды ұяттым есігін. Мен шамам келмес. Адам мен соны ойлап ұйықтай алмай жүрмін, қорқып кеттім. Анда келіншек жаным ашыды. Келіншектің шыңғырғанын көрсең, адамның жаны шығу қиын. Өліп қалды ғой сөйтіп жүргенде. Ол жаңа пожарный кейін оның өзі бәрі тынды ғой. Шығарып. Бұлар таппадық дейді ғой, ештеңе таппадық. Ол мүмкін мысалы свет болса, бұлар свет жанып тұрған. Свет болса біз свет деуші еді ғой. Негізі газ шығар деп жатырмын. Точно білмеймін. Газдың мыналар лаулап жанып тұрған газ бар, қып-қызыл жанып тұр міне. Содан білмеймін, қып-қызыл жанып тұр екен. Өзім нені алып жанып жатыр екен дедім. Астының кейін алып шықты ғой. Астынан кейін алып. Кеше түсінде той болған екен. Мынау Слоянда баласымен той бопты. Үлкен баласы ғой, иә. Оның балдары кетіп қалды ғой. Оның балдары қыдыркеннің оның балдары өліп қалды. Келіншегі де өліп қалды. Той берген келіншекте. Жаңа естің ғой, жаңа келді менің. Ана үйінде шығарып жатыр екен. Енді бір адам ба қалса қамды. Бірақ басқасында өліп кетті дейді. Кейін өлді, бәрі кейін. Менің атым Қанымай Жүнісова. Кеше той болған бұлардың жанұясында. Өзі 3 ағайынды. 3 ағайынның біреуі осы жерде, біреуі жолдың арғы бетінде, біреуі көрші ауылда тұрады. Той болған, тойдан кейін 2 баласы осы жерге той жасаған, өзінің үйіне кеткен. Содан мынандай жағдай болып отыр ғой. Ана келіншек айқайдан үйме келді ғой, мен атқан свалиме бағырған дауыс. Адам жан тәтті ғой. Содан кейін мен жүгіріп шықтым. Жүгіріп шығам, әпше деді, маған жәрдем беріңізші, мына не қылып жатыр, нағасам шығамай жатырмыз деді. Өртеніп жатыр деді. Сөйтіп қарасам, ойбай, қып-қызыл от екен ғой дедім. Ойбай, қайғырдым, мұнайға бардым, мен қып-қызыл отта жанып жатыр екен, бірақ мен көргем сол. Қып-қызыл оттың ішіне ешкім шығарамайды.